Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Құрметті оқушылар, кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ кішкене ерекше, себеп бүгін бір жаңа заманды бастаймыз. Енді құрметті оқушылар, естеріңізде болса, біз тарихтың кезеңдерін жалпы хронология бойынша 4 кезеңге бөлеміз, ежелгі, орта, жаңа заман, қазіргі заман дейміз. Ежелгі заманды өттік, ежелгі заманды осылай кезеңдерге бөлдік, дәуірлерге бөлдік: тас дәуірі, энеолит, қола дәуірі, темір дәуірі, солардың мәдениеттерін, тайпаларын барлығын өттік, кезеңдерін. Одан кейін орта ғасырларға келдік. Орта ғасырларда да ерте орта ғасыр, дамыған, кейінгі орта ғасыр деп бөліп, оларды жеке-жеке қарастырдық, түрік қағанатынан бастап қазақ хандығын Тәуке ханға дейін өттік, орта ғасырларда. Одан кейін жаңа заманды да өттік. Жаңа заманды да 4 кезеңге бөліп қойып, қазақ жоңғар соғыстарынан бастап, халық ауыз әдебиетінің тарихи дәстүрі деген мәшһүр жүсіп көпейұлы тақырыбымен бір-ақ аяқтадық, естеріңізде болса. Енді біз қазіргі заманға келіп отырмыз, құрметті оқушылар. Қазіргі заман бұл жалпылама енді 1914 жылдан басталады дейміз. Жалпылама 20 ғасырдың басынан деп айта берсек болады, Сосын бүгінгі күнге дейінгі тарихты осы қазіргі заман тарихы дейміз. Енді Қазақстан тарихында қазіргі заман тарихы 2 кітапқа бөлінген. Бірінші кітапта осы 20 ғасырдың басынан Ұлы Отан соғысына біткенге дейінгі тақырып, Ал екінші кітабы Екінші дүниежүзілік соғыс, яғни Ұлы Отан соғысы біткеннен қазіргі кезге дейінгі тарих баяндалады дейміз. Ал біз осы 20 ғасырдың басынан осы Екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі кезеңді өтетін боламыз бастап. Бірінші 20 ғасырдың басындағы Қазақстан деген тараудан бастаймыз. 20 ғасырдың басында Қазақстан деген тақырыпты өтетін боламыз. Ал қараңыздар, жалпы құрметті оқушылар, 20 ғасырдың басы өте белсенді саяси оқиғалармен басталды. Мынау әйгілі орыстар мақтанатын еді ғой, ол кезде біз әлемдегі ең мықты армиямыз, Наполеонды жеңген армиямыз, бізді ешкім жеңе алмайды деген сияқты, Сөйтіп 1904-5 жылдары 2 жыл орыстар шығыстағы енді көтеріліп келе жатқан өте шағын бір арал мемлекет Жапониямен соғысады. Сөйтіп мақтанып жүретін орыстың армиясы арал мемлекет, кішкентай аралдағы орналасқан мемлекет Жапониядан жеңіліп қалады. Міне осыдан кейін Ресейде үлкен бір наразы көңіл-күй пайда болады. Сөйтіп жеңілгеннен кейін ол бірінші орыс революциясына созылады дейміз, жалғасады. 1905-1907 жылдары қамтыған ол бірінші орыс революциясы басталады дейміз. Міне осы бірінші орыс революциясы қазақ халқының да сана сезімін, ұлттық, былайша айтқанда, намысты оятты. Ұлт азаттық күреске деген жігерді оятты, Міне білімді, былайша айтқанда, ағартушылық кезең болды дейміз. Ал енді оның алдында 20 ғасырдың басы қазақ халқы үшін оңай болған жоқ. Соны Тұрар Рысқұлов былай баяндайды: 1899 жылдан кейін қазақтар мен қоныс аударушылар арасында жанжалдар даладағы өмірдің сипатына айналды деп. Қоныс аударушылар деген бұл орыстар ғой, Ресейден көшіп келген, Қазақстанға көшіп келген орыс шаруалары мен қазақтар күнде төбелеседі дейді. Неге төбелеседі? Себебі Ресейден келген орыс шаруалары үшін қазақтың жерін тартып алып берді ғой соларға. Сондықтан қазақтарда жер жоқ, сонымен екеуі мәмілеге келмей сөйтіп төбелеседі дейді. Күнде төбелеседі дейді. Міне осыны Тұрар Рысқұлов айтады. Ол ма? Енді патша үкіметі 1903 жылы Сырдария, Самарқанд, Ферғана облысын басқару туралы ереже, сосын 1904-5 жылдары Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария аудандарын, облыстарында аудандар құрады. Оның мақсаты осы жердегі артық жерлерді анықтау. Сөйтіп, сол жерге орыстарды топырлатып көшіру. Ол ма? Орыстарға жер табылмай жатса, артық жер жоқ болып жатса, кәдімгі жергілікті қазақтың жерін тартып алу. Міне осы үшін қоныстандыру,
қорлары құрылады дейміз, иә. Міне осының салдары қазақтардың жерін тартып алды. Сосын қазақтар ата қонысынан күштеп көшірілді. Басқа жаққа шөлейтті, дым өспейтін кәдімгі шөл далаға көшірілді. Не керек? Ол ма, құрметті оқушылар? Енді мынау Столыпин деген кісі бар. Бұл енді Ресейде ол кезде басшы екінші Николай еді ғой. Ресей империясының императоры, патшасы, иә. Содан кейінгі екінші адам, Ресейдегі екінші адам сол Петр Столыпин дейміз, иә. Петр Аркадьевич Столыпин. Бұл Ресей министрлер кеңесінің төрағасы болған, яғни екінші Николайдан кейінгі екінші адам. Бұл реформа жүргізеді. Бұның реформасы бойынша Ресейдің орталық аймақтарынан шаруаларды шығыс аймақтарына қоныс аудару туралы реформа. Бұның сипаты аграрлық реформа, яғни шаруаларды шығысқа қоныстандырып, со жақта аграрлық саясат жүргізбекші. Ал шығыс деген Қазақстан ғой. Қазақстанға жаппай орыстарды қоныс аударту болды. Бұның былайша айтқанда мақсаты. Осының нәтижесінде Қазақстанға 700 мыңнан астам орыстар мен украин шаруалары қоныс аударды. Яғни славян тектес шаруалар қоныс аударды 700 мыңнан астам. И осылар келеді деп қазақтардың пәленбай жерін тартып алды дейміз, иә. Мысалға, сен орыс болсаң, қазақ жеріне келсең, мысалға сен малмен айналсам десең, яғни саған жайылым керек қой, саған 45 десятина жер береді. Егер де сен егіншілікпен айналсам десең, егістік жер керек қой саған 15 десятина дейміз. Мал шаруашылығымен айналсам десең, яғни жайылым жерлерге 45 десятина, егін шаруашылығы немесе егістікке 15 десятина жер берген дейміз, иә, Столыпиннің аграрлық реформасы бойынша. Ол реформа болмай тұрып, Ресейде полный халық санағы болды ғой, 1897 жылы. Ол бойынша Қазақстанда 4,3 миллион халық тұрды. Оның 80%-дан астамы қазақтар болды, иә. Ол 3,4 миллионға жуық адамды құрады дейміз. Бар болғаны бір 20 жылдың ішінде, құрметті оқушылар, 20 жылдың ішінде 1917 жылы Қазақстандағы қазақтардың проценті, пайызы 58 ғана пайызды құраған екен. 58-ақ пайыз. Бұл енді қазақтар қырылып қалған жоқ, наоборот, басқа ұлттар көп көшіп келді, сөйтіп басқа ұлттардың саны көбейіп кетті. Сондықтан қазақтардың проценті азайып қалды дейміз, иә. Мысалға, 17 жылға дейін 1,6 миллион адам қоныс аударған. Яғни 2 миллионға жуық адам қоныс аударған. Олардың келген соң көбейетіндері бар ғой. Сонымен енді пәленбай миллион, 2 миллионнан астамы, енді 3 миллионға жуығы басқа ұлт өкілдері болып тұр ғой, құрметті оқушылар, не керек? Енді Никольский деген адам бар, орыстың. Бұл айтады, далалық өлкеге қоныстанушы шаруаларды орналастыру барысында оларға шұрайлы жерлер, көбінесе қазақтардың қоныстанған қыстаулары бөлінетін тұғын дейді. Қазақтарды жерінен айырып, қоныстарын тастап кетуге мәжбүрледік. Яғни, орыстар келген кезде мықты-мықты жерді бердік дейді. Ал мықты-мықты жер сол қазақтардың жері дейді. Қазақтардың мықты жерін тартып алдық та, орыстарға бердік дейді. Сөйтіп мақтанып айтып отыр. Мені қараңыздар, зерттеуші. Енді көбінесе орыстар Қазақстанның солтүстік аймақтарына қоныстанған. Солтүстік аймақтарына орыстарды қоныс аударту үшін қазақ осы аймақтағы жерлерді тартып алған. Шұрайлы жерлерді, мысалға, Омбы уезінің 52% жерін тартып алған. Ақмола уезінің 73% жерін, Қостанай уезінің 54% жерін тартып алған дейміз. Мені орыстарға беру үшін. Өте ұлан байтақ жерді соларға бере салды. Ал бұның салдары неге алып келді? Мал шаруашылық құлдырады. Енді қазақтар жаятын жері жоқ қой малын. Сөйтіп мал шаруашылық құлдырады. Қазақтар жерінен айырылды, көшпелі өмір салты бұзылды, былайша айтқанда. Ал енді мысалға қазақтар, қараңыздаршы, бір ғана Семей облысынан 147 мың, яғни 147 мың қазақ жерсіз қалған. Бір ғана Семей облысынан пәленбай мың қазақ жерсіз қалып отыр.
Жерсіз қалған адамдар не істейді енді? Жерсіз қалған адамдар, малынан айырылған адамдар барып, орыстың зауыт фабрикасына барып, жалданып жұмыс істейді, амал жоқ. Міне сондай жерсіз қалған қазақтар мына Тобыл, Томск губерниясындағы зауыт фабрикаларға барып жұмыс істеген. 50 мың қазақ сол жақта жұмыс істеген 20 ғасырдың басында. Ал ол ма енді патша үкіметі мынау ертістің оң жағындағы 10 шақырымдық жерді Сібір казактары деген әскер бар ғой, сол Сібір казактары әскеріне мәңгілікке жекеменшікке берген патша үкіметі. Бәленбай жерді, иә. Енді Куропаткин деген ол кезде Қазақстан екіге бөлінді ғой. Дала генерал губернаторлығы және Түркістан генерал губернаторлығы деген, иә. Сол Түркістан генерал губернаторы, яғни басшысы Куропаткин айтады. Қырғыздар дейді, қырғыздар деп қазақтарды айтып тұр ғой. Соңғы 30 жылда дейді, әсіресе соңғы 12 жыл бойы барлық бағытта қысым көрді дейді. 1904 жылдан бастап қана, тек қана бір ғана Жетісу облысынан бірнеше миллион десятина жер тартып алдық дейді. Сөйтіп әбден қысым көрсеттік қазақтарға деп айтып отыр енді. Ал осындай оқиғаларды Ахмет Байтұрсынұлы былай сипаттаған: қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп. Кім айтты десе, Ахмет Байтұрсынұлы дейміз, иә. Енді орыстар топырлап келгені соншалықты қазақтардың проценті азайып кетеді, иә. Мынаны негізі қазақтар ол кезде 6 облыста өмір сүрді ғой. Қазақстанда 6 облыс болды: Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Сырдария, Жетісу дейміз, иә. Ең аз қазақтар Ақмолада болып қалған екен. Ақмола облысында 36%, Оралда 56, Торғайда 58, Жетісуда 60, Сырдарияда 62, Семейде 73% дейміз, иә. Міне осындай проценттегі қазақтар ғана қалған дейміз. Енді 20 ғасырдың басындағы, құрметті оқушылар, негізгі құрылыс объектісі бұл Орынбор Ташкент темір жолы. Бәленбай мың километрді құраған темір жол. Бұл енді 1901-1905 аралығында салынған, пайдалануға 1906 жылы берілді дейміз. Бұны 40 мыңға жуық қазақ салған дейміз, иә, 4-5 жыл бойы. Жалпы Қазақстанда 1917 жылға дейін 2793 километр темір жол болған дейміз, иә. Енді құрметті оқушылар, жаңа бірінші орыс революциясы деп айттық қой. Бірінші орыс революциясы 1905-7 аралығын қамтиды. Ол қандай оқиғамен басталды десеңіздер, жалпы 1905 жылы 9 қаңтар күні, яғни 9 январь күні, ол кезде Ресей империясының астанасы Петербург қаласы болды ғой, Петроград дейміз. Сол қалада кәдімгі бейбіт адамдар, зауыттың, фабриканың жұмысшылары бейбіт түрде митингке шығады. Митинг деген білеміз ғой, көтеріліске шығады да, бейбіт, ешқандай қару жоқ, плакат ұстап алған. Осылай 2 Николай, біздің жағдайымыз жаса, жұмыс күнін 8 сағаттық қыл, ақылы демалыс бер деген сияқты талаптар қояды. Соны енді былайша айтқанда 2 Николай талапты орындап, жағдайды жасап, проблеманы шешудің орнына ол кәдімгі армияға бұйрық береді. Кәдімгі целый мұздай қаруланған армияға бұйрық береді. Ана митингке шыққан адамдардың көздерін құртыңдар деп, иә. Сөйтіп, жаңағы алаңда армия келіп, бейбіт халықты қырып салады. Кәдімгі алаң көл болады. Қып-қызыл қан толы көлге айналады. Міне осы оқиға Ресейдің әр түкпір-түкпіріне тарайды. Бәленбай халық ашуланады. Осы оқиға туралы жаңалық енді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының да құлағына жетеді. Сөйтіп Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы да қатты ашуланады. Осы оқиғаға қатты, былайша айтқанда, агрессиясын білдіріп, ол қанды жексенбі деген өлеңді шығарады. Міне осы 1905 9 қаңтар күні как раз жексенбі күніне түсіп тұрған екен. Соны қанды жексенбі деген өлеңді шығарған. Сол өлеңді Айхап журналына жарияламақ болған. Кейіннен оған тыйым салады, қанды жексенбі өлеңіне. Енді 1905-7 аралығында
бірінші орыс революциясы болды ғой. Сол бірінші орыс революциясы кезінде жер көкте жұмысшылар, халық митингке шығып, көтеріліске шығады. Сол көтеріліске шыққан қалалардың бірі Орал, Перовск, Түркістан, Шалқар, Омбы, Ташкент, Верный қалаларында үлкен-үлкен ереуілдер, митингілер болады дейміз. Амал жоқ, екінші Николай осы халықтың көңіл күйін басу үшін, митингтен тоқтату үшін ол манифест жариялайды. 1905 жылы халық айтады, мен мемлекеттік дума құруға рұқсат берем дейді. Мемлекеттік дума деген парламент сияқты ғой. Парламентке енді депутаттар сайланады ғой. Сол сияқты мемлекеттік думаға да депутаттар келіп сайланады. Яғни халықтың мәселесін шешеді. Соны шақырам деп уәде береді. Енді не керек? Ереуілді ұйымдастырушылар көбінесе Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақбаев, енді Темірғали Нұрекенов, Әлихан Бөкейханов деген сияқты сол кездің зиялылары митингті, көтерілістерді ұйымдастырған. Сол көтерілісті ұйымдастырғаны үшін Жақып Ақбаев 1905 жылы Қарқаралыда көтеріліс ұйымдастырғаны үшін Якутияға жер аударылып кетеді дейміз, иә. Онымен қоса ірі ереуілдер кәдімгі зауыт фабрикалардың өзінде де болады. 1905 жылы Успенскі кенішінде ереуіл болып, сол ереуілде капиталға қарсы орыс қырғыз одағы құрылады. Одан қала берді, енді теміржолшылар, жаңағы Орынбор Ташкент теміржолын салған теміржолшылар көтеріліске шығып, жеңіске жетеді. Сөйтіп 8 сағаттық жұмыс күнін енгізеді дейміз, иә. Енді не керек? Жер көкте көтеріліс болып кеткендіктен 1906 жылы Семей, Ақмола облыстарында әскери жағдай енгізіледі. Яғни коменданттық сағат деген сияқты енгізіледі ғой бізде. Сол сияқты әскери жағдай енгізіледі. Кімде-кім ереуілге шықса, рұқсатсыз, сотсыз ата беруге болады деп, иә. Ал енді құрметті оқушылар, бізде 19 ғасыр бойы тақырыптардың барлығында көтерілістермен сипатталды, иә. Халық көтеріліске шығады, бірақ соғұрам қырылып қалады. Енді халықта біздің зиялыларда түсіне бастайды. Көтеріліске шыға беруден аса қатты пайда жоқ. Сондықтан енді басқаша күрес әдісін ойлап табу керек. Сөйтіп енді олар кәдімгі енді былайша айтқанда білім, ғылым жөнінде шығара бастайды. Енді өтініш талап қоя бастайды. Соның бір ерекше түрі құқығын қорғаудың, бұл петиция жолдау дейміз, иә. Қазақша өтініш талап жолдау дейміз. Бұл ең алғаш петиция жолдау 1902-1903 жылдары басталған. Оны жазған, ең бірінші жіберген бұл дін өкілдері мен кәсіпкерлер. Олар кімдер десе, Науан Хазірет, Бейіс Хазірет, Шаймерден Қосшығұлұлы дейміз, иә. Осы кісілер ең алғаш рет петиция жолдаған дейміз. Ал бұлар қандай талаптар қойды петициясында? Бұлардың талаптары христиан дінін тоқтатасын дейді енгізуді. Мұсылман мектептерін, яғни мешіт, медресені ашуға ақша бөл дейді, аш дейді. Сосын молдалардың қызметіне еркіндік бересін дейді. Молдалар, былайша айтқанда, Ресейді қолдамайтын молдаларда сайлана берсін дейді. Орыс тілін білмейтін молдаларда сайлана берсін дейді. Ол орыс тілін молдаға біліп не керек деген сияқты. Сондай талаптар қояды дейміз, иә. Ал ең атақты петиция бұл Қарқаралы петициясы. Қарқаралы петициясы бұл Қарқаралы округінде Қоянды деген жәрмеңкеде болған. Қоянды деген жәрмеңкеде жазылған 1905 жылы 22 шілдеде. Бұл екінші Николайға арнап жазылған. Кімдер жазды десе, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Жақып Ақбаев, Темірғали Нұрекенов деген сияқты ұлт зиялылары жазған. Темірғали Нұрекенов осы екінші Николайға жолдаған дейміз, иә, осы Қарқаралы петициясын. Қарқаралы петициясында қандай талаптар қойылды? Мынандай талаптар қойылған: әкімшілік басқаруды өзгертесін дейді. Яғни отаршылдық, қанау, халықты қанау басқару ғой, қанайтын әкімшілік қой. Соны өзгертесін дейді. Сот пен кәдімгі мемлекеттік іс жүргізуді қазақ тілінде жүргізесін дейді. Шенеуніктерді қысқартасын дейді. Шенеуніктер слишком көбейіп кеткен дейді. Халықтың құқығын қорғайсын дейді. Қазақтарды мемлекеттік думаға
қатыстырасын, қазақтар да сайлансын дейді. Ана тілінде білім берейік дейді. Тек қана орыс қазақ мектептері ашылды. Сода бір ғана пән қазақ тілінде болған. Қазақ тілі деген пән ғана қазақ тілінде болған ғой. Қалған пәндердің бәрі орыс тілінде. Соны енді қазақ тілінде жүргізейік дейді. Қоныстандыру саясатын тоқтат дейді. Яғни орыс шаруаларын қоныстандыра берме. И так өзімізге жер жетіспей жатыр дейді, иә. Тартып алған жерді қайтарып бер дейді. Міне осындай талаптар қойған дейміз қарқаралы петициясында. Енді не керек? Жаңа айттық қой, бірінші орыс революциясы басталған кезде халықтың көңілін басу үшін екінші Николай мемлекеттік дума құру туралы манифест жариялайды, 1905 жылы. Енді уәдесінде тұрып, 1906 жылы бірінші мемлекеттік думаны шақырады. Ол 73 күн жұмыс істеген, 73 күннен кейін оны таратып жібереді. Осыған енді қазақтар да депутат болып сайланған бірінші мемлекеттік думаға. Мысалға, Әлихан Бөкейханов Семей облысынан депутат болып сайланды. Шаймерден Қосшығұлұлы Ақмола облысынан депутат болып сайланды. Ахмет Бірімжанов Торғайдан депутат болып сайланды. Алпысбай Қалменов Оралдан депутат болып сайланды дейміз. Молда Тайынұлы Жетісу облысынан сайланды депутат болып, иә. Ал Сәлімгерей Жантөрин Уфа губерниясынан сайланған. Дәуіт Ноян Тұндыттөген Астрахан губерниясынан сайланған. Бақтыгерей Құлманов Бөкей ордасынан сайланды дейміз, иә. Жаттап алыңыздар. Мына картамен жаттасаңыздар да болады. Бірінші мемлекеттік думаға Жетісудан Молда Тайынұлы, Семейден Әлихан Бөкейханов, Ақмоладан Шаймерден Қосшығұлұлы, Торғайдан Ахмет Бірімжанов, Оралдан Алпысбай Қалменов, Бөкей ордасынан Бақтыгерей Құлманов, Астраханнан Дәуіт Ноян Тұндыт, Уфа губерниясынан Сәлімгерей Жантөрин дейміз, иә. Ал не керек? Енді бірінші мемлекеттік думаны таратып жіберді ғой 73 күннен кейін. Сосын келесі жылы 1907 жылы, яғни тағы екінші мемлекеттік думаны шақырады. Ол 104 күн жұмыс істеген. Бұған да енді қазақтар депутат болып сайланған. Бұған енді Шаймерден Қосшығұлұлы тағы да Ақмола облысынан сайланады. Ахмет Бірімжанов тағы да Торғай облысынан сайланған. Темірғали Нұрекенов бұл жолы Семей облысынан Темірғали Нұрекенов сайланады. Мұхамеджан Тынышбаев Жетісу облысынан сайланған. Бақытжан Қаратаев Оралдан сайланған. Тілеулі Аллабергенұлы Сырдария облысынан, Бақтыгерей Құлманов Бөкей ордасынан екінші мемлекеттік думаға сайланған дейміз, иә, депутат болып. Міне карта бойынша қарасаңыздар, міне Жетісудан Мұхамеджан Тынышбаев, Сырдариядан Тілеулі Аллабергенұлы, Семейден Темірғали Нұрекенов, Ақмоладан тағы да Шаймерден Қосшығұлұлы, Торғайдан тағы да Ахмет Бірімжанов, Оралдан Бақытжан Қаратаев, Бөкей ордасынан тағы да Бақтыгерей Құлманов дейміз. Бұл екінші мемлекеттік думаға сайланған депутаттар, қазақ депутаттары дейміз. Міне суреттерінде көріп алсаңыздар болады. Енді не керек? Осы екінші мемлекеттік думаға сайланған депутаттардың ішінде бір ерекше айтып өтетін депутат бұл Оралдан сайланған Бақытжан Қаратаев дейміз, иә. Өзі ана Әбілқайырдың ұрпағы, Әбілқайырдың шөбересі болып келеді. Әбілқайырдың немересі ана Қаратай деген немересі бар ғой, соның былайша айтқанда немересі болып келеді, иә. Сол Қаратай деген немересі Бақытжан Қаратаев дейміз. Осы екінші мемлекеттік думада мінберге шығып, қоныс аударту саясатын сынап, баяндама оқыған дейміз. Кейіннен енді 1907 жылы бірінші орыс революциясы аяқталады ғой, яғни көтерілістер аяқталды. Сосын патша уәделерін бәрін кері қайтарып алады. 1907 жылы сол аяқталғаннан кейін реакцияшыл заң қабылданады. Яғни бірінші орыс революциясы аяқталды, соған қатысты заң қабылданды да, сөйтіп сайлау құқығынан қазақтарды, яғни бұратана халықты сайлау құқығынан айырады. Қазақтарды деп отыр ғой, қазақтарды айырады. Сөйтіп не керек? Қазақтар бірінші, екінші мемлекеттік думаға депутат болып сайланса да, үшінші, төртінші мемлекеттік думаға сайланбады дейміз. Енді обалы не керек? Үшінші, төртінші мемлекеттік думаға қазақтар депутат болып сайланбаса да, басқа халықтар сайланған. Сол басқа халықтарда да бізді қорғайтын адамдар бар екен. Мысалға, орыс Седельников, Скалозубов деген депутаттар қазақтың мүддесін қорғаған, қоныстандыру саясатын сынаған. Қазақтардың мүддесін осы орыстар қорғады дейміз. Башқұрт десе Сыртланов қорғады.
закавказиялік депутат Маметов қорғады біздің мүддемізді. Татар депутаты Максудов қорғады дейміз. Ал Мұстафа Шоқай 3-4 мемлекеттік думаға ана мұсылман фракциясына кіріп, хатшы аудармашы болып қызмет атқарып, қазақтың мүддесін қорғаған. Яғни депутат болмаған, яғни хатшы аудармашы болып қазақтың мүддесін қорғаған бұл Мұстафа Шоқай дейміз. Құрметті оқушылар, осымен бұл тақырып аяқталды. Бұл тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Келесі енді 16-шы жылғы ұлт азат көтерілісі деген тақырып бар. Бұл тақырып түсінікті болса, құрметті оқушылар, лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басып қойыңыздар. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.